Әлемдік діни ұйымдардың көшбасшылары Астанаға келеді. Олардың қатарында Біріккен Ұлттар ұйымы Өркениеттер альянсының жоғары өкілі Насир Абдулазиз Аль-Насер және діндер бейбітшілік үшін дүниежүзілік ұйымының бас хатшысы Уильям Венли бар. Бұл туралы олар әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 6-шы съезіне арналған Біріккен Ұлттар ұйымының форумында мәлімдеді. Қазақстанда 6-шы рет өткізілетін конфессияаралық жиын кең танымалдылыққа ие болып келеді. Алғашқы съезд 2003 жылдың қыркүйегінде Астана қаласында өткен еді. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бұл бастамасы дінаралық диалогты жаһандық деңгейге көтеруге жол ашты. Сенім мен өзара түсіністік негізінде құралған форум зорлық-зомбылықты, діни экстремизм мен терроризмді жеңуге көмектеседі. Бұл туралы еліміздің Біріккен Ұлттар ұйымындағы тұрақты өкілдігі және Өркениеттер альянсы ұйымдастырған форумның қатысушылары айтты. Ал Қазақстан делегациясын дін істері және азаматтық қоғам министрінің орынбасары Берік Арын бастап барды. Мен барлық өмірімді осы әлемдік діндер арасындағы ынтымақтастыққа арнадым. Ал бұл салада Қазақстанның еңбегі ерекше. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының өткен съезіне қатыстым. Талай тақырыптар талқыға түсті. Болашаққа бейбіт қадам жасауға бағытталған форумның берері мол. 6-шы рет ұйымдастырылатын шараға да қатысудан үміттімін.